Ана тілі. Адам деген не көрмейді түсінде. Жатыр екем бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары, күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде. Жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына. Көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта. Бұғылар кеп ыңырсиды бір шақта. Кетті ғой деп қыршын ғана жасында. Жыламайды ешкім мұлам басында. Анам қайда, досым қайда күндегі? Жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен. Бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім де осы арадан үнінде. Екі кісі сөйлесті авар тілінде. Мен жатырмын жер астында көз жұмып. Мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің. Бойым жылып лезде мен тірілдім. Балгер демес, дәрігер демес емдейтін. Тек өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге тіл емдер басқаларыңды. Мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ерден болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді. Кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін сөзі де. Ана тілім ұлы менің өзіме. Махмұт жырын оқу үшін жас қауым күте ме әлде аударуын басқаның? Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде? Өлеңдерін жазар авар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын, әрі көлі мен әр қырын. Мен сүйемін ұлы елімнің гүлін де, әлімше оны айтам авар тілінде. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық менен Сахалиннің арасы. Қайда болсын қиям оған жанымды, туған жерден қазсын бірақ қабірді. Аварша бір жазып қойған құлпытас, тұрса ауылда аварлар да ұмытпас. Еске ап жүрер кәрі жасы жақын кеп, мұнда Расул Ғамзатұлы жатыр деп.